насосный станциядағы жалпылама реле қысымның қысым релесінің болмаса реле давление дейміз ғой, соның қалай реттеу керектігі жөнінде түсіндіріп өтейін. Бұнда екі пружина бар, үлкен және кіші. Мына үлкен пружина давлениенің мынаны қосылуына мүмкіндік жасаймыз. Бұны бұлай тартқан кезде қысымның давлениенің көбейтеміз. Кері бұраған кезде давлениені азайтамыз. Ал мұнда тұрған екінші кішкентай пружина, бұл қысымның мына реленің өшуі және қосылуына қызмет жасайды. Мынаны босатсақ, аралық қанша атмосферный давлениенің аралығына қосылу өшуіне осы арқылы реттеп бұрандамен реттеп отырады.